Рахмет, мен бір нәрсе айтайыншы, қазір тыңдайық модератордың пікіріне. Мен қазір мына осы Қаныбек Бекболатұлы өте керемет нәрсе айтты да. Сосын Жәнібек Қожа ағамызда барлығымыз осы бір нәрсеге қарай келе жатырмыз. Яғни адамдар митингке шықпастан бұрын олардың запростарын қанағаттандыру керек дейді. Мысалы Қанекең айтады, әкім мысалы митинг деген ең соңғы шара дейді. Солай ғой. Енді біз осы жерде бір нәрсені ұмытып бара жатырмыз. Бір ракурс, бір аспект біздің назарымыздан тыс қалып жатыр. Ол қандай нәрсе? Ол мына билік органдарының критикаға, яғни сынға дайын еместігі. Қаншалықты дайынбыз біз? Біз халық дейміз. Олар дейтін қазір қоғам белсенділерін қудалап жатыр мемлекет. Мысалы мен сіздерге конкретно факт айтайын, мысал айтайын да. Мысалы мына сізге мысалы Маңғыстау облысы билік орындарына, идеология саласындағы билік орындарына мен қазір сын айтып қалып отырмын. Нақты мысал тыңдаңыздар. Мысалы өткен жылдың қараша айында бір топ азамат Астана қаласында өтетін съезге баруға Маңғыстау облысына жиналып 30 қаралы адам баруға дайындалды. Олардың мақсаты мына Жәкең айтқандай, Жәнібек ағамыз айтқандай, сайлау туралы заңды, осы митинг туралы заңды өзгерту жөнінде референдум жинау, яғни референдум жасау. Соған әр өңірден референдум туралы заңның талабымен олар алаңға шығушылар емес. Олар сол алаңға шықпай мәселені бейбіт түрде реттеушілер. Яғни мәселе бейбіт шешіп, заң талабымен жұмыс жасағысы келген ғой. Бір топ азамат бастамашылық көтеріп жиналып. Сосын ол азаматтар Маңғыстау облысына жиналып, өздері қаражаттарын тауып, бір топ азамат соған жиналып, өздері чат ашып, сөйтіп барайын десе, біздің Маңғыстау облысының идеология саласында жетекшілік ететін мына азаматтар осы жерде отыр. Міне Қаныбек ағамыз бар, мына жерде Ержан отыр, ішкі саясат басқармасы бар. Ол азаматтар әрбіреуіне барып сөйлесіп, әртүрлі жұмсақ қысым жасап, кейбіреуіне қатты қысым жасап дегендей, міне ешқандай көп азаматтар жібермей қалды. Оның үстінде азаматтар бармай қалды. Бір азаматты бейнеуден алып қалған, таксиден түсіріп, бір азаматтың әкім үйінің қасында отырған. Міне, мысалы жаңағы сол азаматтарды неге жібермейміз? Бұл осыдан кейін азаматтар неге алаңға шықпай қайда шығады? Өздерінің заңды құқын, референдумға жөніндегі заңды құқын пайдалануға олар кедергі жасаған. Пойызда түсіріп алып қалған бір азаматтарды. Бір азаматта, мысалы Шынар Қиянова дейді, Күләш Саттанқұлова, Айбек Абдин, Әптиек Тұржанов, мен аты жөндеріне дейін білем азаматтарды ойдан алып отырған жоқпын. Мысалы Әптиек Тұржанов деген кісінің үйіне барған полиция, сіз ертең жаңа қылмыстық іс қозғалып жатыр үстіңізден. Бәрі өтірік нәрсе. Сол мақсат Әптиек Тұржановты ертеңгі болатын референдумға жібермеу. Яғни біздің билік орындары осы халықты біздің мен енді бүкіл Қазақстан деп айта алмаймын, әрине. Бірақ біздің Маңғыстау облысындағы идеология саласы өте нашар, өте әлсіз. Жұмыс жасамайды деуге болады. Немесе бұрынғы ескірген тәсілдермен жұмыс жасаған. Яғни соның нәтижесінде біздің азаматтардың құқығы шектеліп, референдумға бару құқығы шектеліп, біршама азаматтар бара алмай қалып отыр. Неге? Сөйтіп осы арқылы біздер қазір бір минут Қанеке осы ойымды аяқтайын. Митингіге бұл азаматтар мақсаты, мақсат мен айтам, себебі міне тыңдау керек. Себебі билік бізді осы жерге шақырған екен, диалогтық алаңға. Ол азаматтардың пікірін тыңдау керек. Егер билік критикаға дайын болмаса, онда біздің осыдан бері жаңа еститін өкімет деп жатқан Тоқаев мырзаның тілінің бәрі бос сөз болар еді. Сіз қалай жауап бересіз? 15 адамды осы референдумға өздерінің заңды құқығын жіберуге мүмкіндік бермей қалғаныңызға.